Бәріне ассалаумағалейкум. Бүгін біздің каналда кезек тақырып. Бүгінгі тақырып ақшаны депозитте ұстауға бола ма? Жалпы ұстаудың минустары қандай, плюстары қандай, сол бойынша сіздерге түсіндіретін боламын. Біріншіден, мысалы, қызықты факт, қазақстандықтардың депозиттерінде примерно 27 триллион теңге ақша жатыр екен. Оның негізгі мағынасы неде? То есть адамдар көбінесе депозиттен басқа ақшаны көбейтудің, сақтаудың басқа сенімді, тиімді жолын білмейді. Және екіншіден, адамдар депозитте ақшаны ұстайды, бірақ та ол депозит сізді инфляциядан сақтамайтынын білмейді. То есть адамдар жыл сайын ақшасын негізі жоғалтуда. И үшіншіден, осы депозитте жатқан ақшадан, яғни депозитті ұстаушылар немесе сол капиталдың иелері емес, басқа адамдардың барлығы ақша табуда. Ол кімдер? Бірінші банктер, мысалы сіз белгілі бір 10 миллион теңгені депозитке салып қойдыңыз, оны 15%, 20% сіз оны белгілі бір, яғни өзінің пайдасын алыңыз, бірақ та банк оны басқа адамдарға 26%, 40%, 50% басқа адамдарға белгілі бір кредитті береді. Немесе оны бизнестер алуы мүмкін, немесе біреу рассрочка iPhone алуы мүмкін, немесе біреу там белгілі пылесос алуы мүмкін деген сияқты әртүрлі нәрсе болады. Яғни бір сөзбен айтқанда, бүкіл адам ақша табады, яғни басқа адамдар товар сатып алады, банк өзінің пайдасын табады, банк еще басқа біреуге ол ақшаны жібереді. Яғни бір сөзбен айтқанда, сіздің ақшаңыз просто депозитте жатыр и инфляциядан жыл сайын ұтылып жатсыз. Яғни бұл жақта біз не түсінеміз, что депозитте ақша саны ұстау ол біріншіден өте тиімсіз. Неге өйткені сіз жыл сайын бізге айтады, что инфляция 12-15%. Бірақ та шынайы өмірді ойлап қарасақ, бізде мысалы соңғы уақытта тоже статистика шықты, что соңғы 5 жылда бізде өмір сүру құны 2 есе қымбаттаған. Соңғы 5 жылда 2 есе қымбаттаса, ол 100%, 100%-ды 5-ке бөлсек, яғни 20%. Яғни шынайы инфляция бізде 20%-ға жетіп барады. Яғни осы кезде біз ойлап қарасақ, что біз 15%-ға мәз болып сол ақшаны тауып жүретін болсақ, ол бізде ақшамыздың жыл сайын құнсызданып жатыр деген негізгі белгісі. Сол себепті депозитте ақша ұстау біріншіден ол тиімсіз, екіншіден ол бізде харам. Неге өйткені сіз белгілі бір гарантированный процент аласыз. Гарантированный процент алғаннан кейін сіз ол процентті және де құртасыз. Енді бір сөзбен айтқанда, негізі өсім деген нәрсе өте жаман, риба деген нәрсе өте жаман. Оны мен енді имам емес, оның бәрін түсіндіретін, бірақ та мен сізге этика жағынан немесе моральдық жағынан ойлап түсіндіретін болсам, мысалы, примерно айтқан кезде қанша адам оны бизнесқа алады кредитті. То есть өте аз адам. Ал қанша адам ол кредитті негізі андай өмірлік ситуацияға байланысты алады. Мысалы, iPhone алуға, немесе шетелге шығуға, немесе тағы да басқа заттарға. Ол деген примерно 90-95%. Получается, сіздің ақшаңыз басқа біреудің қиналуына әкеліп жатыр. Яғни бір сөзбен айтқанда, басқа біреу сіздің ақшаңызды кесірінен қиналады. Өйткені сол ақшаны ол адам, то есть банк ол адамға кредитқа береді. Сол себепті бір жақпен ойлап қарасақ, бізде, конечно, енді мысалы әртүрлі адамдар айтуы мүмкін, жоқ, депозит жақсы ғой, сенімді ғой, белгілі бір табыс табады ғой деп, бірақ та сіз белгілі бір жағынан басқа адамға қиналуына, басқа адамның белгілі бір настроениесіне түсуіне, белгілі бір өзіңіздің ықпалыңыз тигізіп жатыр. Сол себепті мен өзім депозитте мүлдем ақша ұстамаймын. Ол сізге де кеңес бермеймін. Неге? Өйткені депозитте ақша ұстау ол деген өте дұрыс емес нәрсенің бірі. Өйткені біріншіден тиімсіз, екінші жағынан ол бізде харам. Ал енді депозиттің орнына қандай ақша ұстаудың жолы бар? Мысалы, мен депозиттің орнына барлық адамға кеңес беретінім, ол бізде SPUS атты ETF. Ол деген қалай? Бұл бізде депозиттің белгілі бір альтернативасы деп айтсақ болады. Бұл деген белгілі бір ETF. Бұл жақта 231 халал компанияның белгілі бір қосындысы бар. Егер сіз инвестиция жасап ақшаны салатын болсаңыз, бірден осы 231 компанияның акциясын сатып аласыз, одан кейін сіз примерно жылына 10-20% доллармен табасыз. Яғни бірақ та бұл жақта инвестиция болған себепті сізге ешкім гарантия бермейді. Мысалы, белгілі бір жылдар болуы мүмкін. Мысалы, алдыңғы жыл қалай болды? Трамп пошлина енгізді, и бізде бүкіл жаңағы акцияларды примерно 30-40%-ға дейін құлады. И сондай жағдай сізде дәл болуы мүмкін. Яғни сіз ETF-қа салып қойасыз, одан кейін ол құлап кетеді, одан кейін ойбу депозит дұрыс еді ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Яғни сондай нәрсе болмас үшін алдын ала мен сізге түсіндірейін. То есть сіз белгілі бір ETF-қа саласыз, яғни ол құлауы мүмкін. Құлаған кезінде сіз тағы да сатып алу керексіз. Неге? Өйткені жалпы ойлап қарасақ, нарықта қалай жұмыс жасайды? Бізде цикл бойынша нарық примерно 5-6 жыл өседі, кейде 4 жыл өсуі мүмкін, и одан кейін ол примерно 12 ай құлайды. И 12 айдан кейін ол қайтып өседі. И сол себепті сіз осы нәрсені білетін болсаңыз, кез келген цикл постоянно қайталана беретін, сіз не істейсіз? Мысалы, хорошо, 10 миллион теңге салып қойдыңыз, келесі жылы там примерно 20% өседі деп ойлайық. Ол доллармен өсетін болса, сіз ол жақта по-любому ұтасыз, инфляцияны өзіңізді қорғайсыз. И соңғы уақыттағы статистика SPUS деген ETF 5 жылда 100% өскен, яғни жылына 20% доллармен берген. Енді сіз 5 жыл бұрын доллардың бағасын санасаңыз, және қазіргі бағасын санасаңыз, ол деген екеуі екі түрлі сумма. Сол себепті сіз сумманы салып, яғни құлап кетсе де сіз ақшаны ұстай беру керексіз. Неге? Ақшаны ұстайсыз и арзан
арзан бағада тағы сатып алу керек, себебі өз бағасына жетеді, сол кезде сіз бір пайда табасыз, одан кейін дальше өскен кезде сіз тағы да бір өзіңіздің белгілі бір пайдаңызды табасыз. Сол себепті осы депозиттің орнына мен көптеген адамдарға айтқым келетіні, что осы халал ақшаны сақтаудың, инфляциядан қорғаудың жолы ол бізде осы SPUS атты ETF. Осы ETF-ті қолдану арқылы сіз ақшаңызды, яғни бірінші халал жолмен жақсы сақтай аласыз, и инфляциядан ұтылмайсыз, и банктың немесе басқа адамдардың жемі болмайсыз. Сол себепті осы депозитте ақша ұстап жүрген достарыңыз болса, осы видеоны жүріп қойыңыз. Көптеген мұсылман адамдар осы нәрсені білу керек. Осы нәрсені білгеннен кейін шынымен де өміріне береке енеді деп ойлаймын. Сол себепті видео пайдалы болса, обязательно каналға тіркеліп, өзіңіз достарыңызға жүріп қойыңыз. Тағы да қандай тақырып қызық, соның барлығын комментарийға жазып кетіңіз. Алдағы уақытта кездескенше тағы да бізде қызықты тақырыптар болады.